Жыр болған ұжымның жасы кенже болғанымен үні зор. Өйткені ол жерде 30-дан астам талантты өнер иелері бірге ән салады. Өздеріңізге белгілі, 2024 жыл руханият жылы аясында аймақ басшысының қолдауымен филармония жанынан хор ұжымы құрылған болатын. Жалпы хор өнері қазақ даласында өткен ғасырдың 30-шы жылдары пайда бола бастады. Әрине, оның негізін қалаушылар қазақ мәдениетінің корифейлері Латиф Хамиди, Ахмет Жұбанов, Бақытжан Байқадамов, беріде Бейімбет Демеуовтер десек артық айтпаймыз. Қазақ халқы ән өнерін қай кезде де жанына демеу етті. Опера театрларының ашылуымен кәсіби хор өнері қарқынды дами бастайды. Бүгінде еліміздің әр өңірінде кәсіби хор ұжымдарымен қатар көркем өнерпаздар және балалар хор ұжымдары өркен жаюда. Ән салу өнерінің ерекше және күрделі саласына айналып, өзіндік бағытын, орындаушылық дәстүрін қалыптастырған хор өнер кешіне қош келдіңіздер. Сахнада Қызылорда облыстық филармониясының камералық хоры, қошеметтеріңіз. Көркемдік жетекшісі және дирижері Арайлым Қуаныш, қошеметтеріңіз болсын. Кеңес Дүйсекеев домбыра туралы балалар.